Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен қысқа дайындық жасаймыз, яғни абрикостан компот жасайтын боламыз. Бірінші банкымызды стерильдеп аламыз, 10 минутқа қайнатып аламыз, қақпағында қайнатып аламыз. Абрикостарымызды жақсылап тазалаймыз. 3 литр банкыға 12-15 штук абрикостан салдым. Енді 250 грамм қант салатын боламын. Әрқайсысына солай салып шығамыз. Егер 2 литр болса, 200 грамм қанттан салсаңыздар болады. Енді қайнаған суды құямыз үстіне. Қақпағын жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минуттан соң осындай қақпақ сатып алсаңыздар да болады, үйден жасап алсаңыздар да болады. Құйып аламыз суын барлығыныкін бір кастрюльге. Міне, енді бұны қайнатамыз. Осылай қайнаған соң қайтадан банкымызға құйып шығатын боламыз. Енді 70% уксусты ас қасықпен дәл осылай жасаймыз видеодағыдай. Енді жақсы закрывашкамен жауып қойсаңыздар, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Жауып болғаннан кейін суығанша осылай жылы жерге қойып, төңкеріп қою қажет. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай керемет тегін мастер-класс бар. Бұны үйреністер тапсаңыздар да болады. Бұл тек мен оқырмандарыма ашылады, сондықтан тіркеліңіздер. Қазақша контентті қолдап достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.